Қолың шолақ болса да, ойың шолақ болмасын. Өмірімде әлемді саяхаттай жүріп те, адам рухының мықтылығына сан мәрте куә болдым. Ғажайыптың кездесетініне еш шүбәм жоқ, бірақ ол үмітін үзбегендерге ғана бұйырады. Үміт деген не? Ол арманның бастауы, қайнар көзі, биік мақсатыңыздың дауысы. Ол сізді басыңызға қандай күн туса да, оның ішкі әлеміңізге қатысы жоқ деп сендіреді. Басыңызға түскен кез келген жағдайды бақылауда ұстай алмассыз. Алайда өзіңіздің қиындықтарға қарым-қатынасыңыз бен реакцияңызды басқара аласыз. Кіші Мартин Лютер Кинг әлемдегі күллі әрекет үмітпен жүзеге асады деген. Кеудесінде шыбын жаны барда адамның үміті де таусылмайды. Біз пендеміз. Болашақты болжай алмаймыз, бірақ қалай боларын бағамдай аламыз. Құдай ғана тағдырымызды біледі. Оның жоспары да бізге беймәлім. Үміт жаратқанның сыйы, болашаққа ашқан терезесі. Үмітіңізді үзбеңіз, тәуекел етіңіз. Ең қиын жағдайдың өзінде жақсылыққа ұмтылудан шаршамаңыз. Кейде жасаған дұғаларымыз бұл өмірде жауапсыз қалып жатады. Тауқыметке тап боламыз. Ең жақсы, таза адамдардың өзі туғанынан айрылып, бақытсыздықты бастан кешеді. Бірақ жасаған дұғаңыздың қайырымы түбі боларын ұмытпаңыз. Гаитиде, Чилиде, Мексика мен Қытайда орын алған жойқын жер сілкіністері өмірде бақытсыздықтар мен трагедиялардың үнемі болып тұратынын тағы бір рет көрсетті. Табиғи апаттардан мыңдаған адам көз жұмып жатады. Олардың армандары мен үміттері де бірге сөнеді. Ана баласынан, бала анасынан айырылған жайттар қаншама. Осындай қасіреттерді көре тұра, үміт үзбей қалай өмір сүруге болады? Мұндай қасіреттерді естігенде, осы оқиға арқылы мыңдаған адам тәубесіне келді ғой деп өзімді жұбатамын. Үміт дегеннің өзі құр сөз болып қалғанда, қайғыға душар болған сол аймақтарға жүздеген студент, дәрігер, инженер, құтқарушылар өз еркімен барып, нәубетке тап болғандарға қол ұшын созады. Өз күш қайраты мен қабілет қарымын адамдарды құтқаруға жұмсайды. Үміт ең қиын кезеңде де үзілмейді. Бұл Құдайдың хақ екенінің тағы бір дәлелі емес пе? Менің азабым мен көрген адамдардың қиналысымен салыстырғанда түкке тұрмайды. Жақын адамымнан айрылып көрдім. Немере ағам Рой қатерлі ісіктен 27 жасында көз жұмды. Отбасымызбен туған туыс жамағат болып дұға жасаған едік. Жақын адамды жоғалту түсініксіз ауыр сезім. Міне, сондықтан сенім мен үшін өте маңызды. Ол жердегі жаратылыстан да жоғары тұрған ұғым. Абсолютті үміт тек көкте бар. Ройды отбасым ұзақ жоқтаған жоқ. Ол қазір о дүниеде, бұл өмірдің азабынан құтылды. Құдай пенденің маңдайына көтере алатын қиындықты ғана жазады. Мен бұл өмірді о дүниенің бір бөлігі ғана деп білемін. Бізді жақсы ма, жаман ба, келер өмір күтіп тұр. Бәлкім, бұл дүниедегі өмірім жақсы болмайтын шығар, бірақ о дүниедегі жағдайым жақсы боларына сенемін. Осы өмірдегі дұғам жауапсыз қалғандай көрінсе, адамдарға қарайласамын. Егер қайғыңыз ауыр болса, онда басқалардың қайғысын жеңілдетуге көмектесіңіз, үміт сыйлаңыз. Рухын көтеріп, қайғы кешіп жүрген жалғыз ол емес екенін ұқтырыңыз. Өзіңіз не қалайсыз, оған соны көрсетіңіз.
Жанашырлық танытыңыз, сырласыңыз. Өзіңізге дос керек болса, алдымен өзіңіз дос бола біліңіз. Өз үмітіңіз үзіліп бара жатса да, өзгеге үміт сыйлаңыз. Мен әлі жаспын, бәрін білетін адамдай көрінгім келмейді, бірақ үмітсіздік пен шарасыздық меңдеп дұғамызға осы өмірде жауап болмай, өмір қорқынышқа айналғанда, бізді құтқаратын төңірегіміз бен қарым-қатынасымыз екенін түсінемін. Ондайда мені құтқаратын Құдаймен қарым-қатынасым, оның сүйіспеншілігі мен даналығына деген сенімім. Теңдессіз сый. Үміттің бұл өмірдегі ең күшті сезім екеніне сенімім 2008 жылы Қытайға алғаш барған сапарымда беки түсті. Ұлы Қытай қорғанын көріп, әлемнің 7 кереметінің бірі саналатын бұл ерен қабырғаның асқақтығына таң қалдым. Бірақ алда одан да керемет дүние күтіп тұрған еді. Кішкентай Қытай қызының көзінен қуаныштың ұшқынын көрдім. Басқа кішкентай балалармен бірге ол да Олимпиада ойындарына лайық өнер көрсетті. Кішкентай қыздың зор үміті анық байқалып тұрды. Көз ала алмай қарап отырдым. Басқа балалардың ортасында билеп жүрген ол маңдайына тіреп алған таяқшаның ұшындағы зыр айналған табақты құлатпай жан тәнімен беріліп өнер көрсетті. Оның жүзінде салтанат құрған бақытты көрген менің көзіме жас үйірілді. Бұл өңірде бірнеше ай бұрын жойқын зілзала болып өткен. Соның кесірінен жойылып кеткен аймақта тұрған балалардың барлығына жуығы жетім қалыпты. Жалпы саны 400. Жаңағы жүзінен бақыт нұры төгілген кішкентай қыз да сол балалардың бірі еді. Үйлестірушіммен көмекшіммен бірге арнайы жоспарлап балалар үйіне сыйлықтар апардық. Олармен әңгімелесуге рұқсат сұрадым. Жетімдер үйіне барғанда жер сілкінісінен қираған ғимараттарды, қиындықтарды көрдім. Мұндай кезде дұрыс сөз табу да қиын. Жер олардың жақсы көретін, білетін дүниесінің бәрін жұтып қойған. Бұған дейін дәл сондай ауыр күйге түсіп көрмеп едім. Оларға не айтсам екен? Біз оларға жылы киім тарту еттік. Дегенмен үміт сыйлай алдық па? Балалар мені бірден қоршап алды. Бірінен соң бірі келіп құшақтады. Олардың тілін түсінген жоқпын. Түсіну маңызды емес еді. Сөйлеспей-ақ ұғыстық. Олар жағдайларының қиындығына қарамастан бақытты еді. Не айтамын деп бас қатыруды қойдым. Жігерлендіретін сөздің де керегі жоқ еді. Керісінше, ата-аналарынан, үйлерінен, барынан айырылған балалар мені жүрегінің тазалығымен шабыттандырды. Олардың көзінен, жүзінен шынайы қуаныш сезімі алаулап тұрды. Осы бағыттарынан танбаса, әлі-ақ азамат болып нағыз жетістікке жетеді. Оларға осыны айттым. Үздіксіз армандаңыз. Тәуекелге бел байлап, ынты-шынтыңызбен мақсатыңыздың ізіне түсіңіз. Кез келген мәселені шеше алатын қабілетіңізге еш күмәнданбаңыз. Қытайдағы жетімдер үйінде, Мумбайдағы кедей аудандарда, Румыниядағы түрмелерде адамдардың қиындықпен және өздерімен қалай күресіп жүргенін көрдім. Жақында Оңтүстік Кореядағы әлеуметтік орталықта болдым. Ол жердегілердің кейбірі мүгедек, енді бірі жалғызбасты ана. Олардың ерік жігері мені таң қалдырды. Оңтүстік Африкадағы қабырғасы бетон терезесін тот басқан темір түрмелерде де болдым. Ең ауыр қылмыс істегендерді түрмедегі ғибадатханаға да кіргізбейді. Бірақ
олардың өз камераларында псалом діни ән жыр айтқанын естідім. Құдды бір аспаннан Құдайдың өзі түсіп, олардың әрқайсысының жүрегін қуанышпен толтырғандай. Бұл адамдар темір тордың ар жағында отыр, әйтсе де олардың рухы азат. Өйткені оларда үміт пен сенім бар еді. Бостандықтағы кей адамдарға қарағанда сол адамдар еркіндікте сияқты сезілді. Біздің де жүрегіміздегі үміт оты сөнбеуі керек. Қайғының да өз қызметі бар. Бұл табиғи сезім, бірақ күні-түні оған ерік бермеуіңіз керек. Сезіміңізді басқарып, жақсылық ойлаңыз. Өз ісіңіз өзіңізді шабыттандыратындай болуы керек қой. Мен діндар адам болғандықтан ең қайғылы кездерде діни сенімге жүгінемін. Бұғалтерлік дайындығым прагматик болуға мүмкіндік береді. Егер сіз үмітсіз жүрсеңіз, онда өміріңізде бір жақсылықтың болу ықтималдығы да нөлге тең болып көрінеді. Нөлге. Қауіпті естіледі, Жайма шуақ кездерде наным-сенім сөзсіз күшейе түседі. Меніңше, сіздің өміріңіз осы кездері жақсы жаққа айрықша өзгереді. Үміт, сенім мен махаббат сияқты руханияттағы ең негізгі діңгектің бірі. Ойыңыз қандай болса да, үмітсіз жүру мүмкін емес. Өмірдегі жақсылықтардың бәрі үміттен басталады. Мысалы, онсыз отбасын қалай құрасыз? Жаңаны қалай үйренесіз? Үміт алдағы қадамдарыңыздың трамплині. Осы кітапты жазу барысында менің оқырмандарым осы еңбегім арқылы жақсы, шекарасыз өмірге жол табады деген үмітім болды. Інжілде Құдайдан үміт үзбегеннің күшіне күш қосылады. Қанатын қырандай қағып, көкке самғайды және шаршамайды. Діттеген жеріне жетеді. Һәм жалықпайды делінген. Осы сөздерді алғаш оқығанда маған қолдың да, аяқтың да керегі жоғын ұқтым. Құдайдың сізге сенім артқанын ешқашан ұмытпаңыз. Алға жылжуды жалғастырыңыз. Өйткені әрекет шексіз мүмкіндіктер тудыратын серпін береді. Тамшы тасты да теседі. 2009 жылы Гаитиде күллі әлем назар тіккен сұмдық жер сілкінісі болды. Бұл апат нағыз трагедия еді, бірақ адам айтқысыз қайғылы жағдай адамдардың жақсы қасиетін оятты. Аман қалғандар алдында тұрған сансыз қиындық барын білді. Біле тұра жеңіле салған жоқ. Марияның ұлы Эммануэлді бәрі үйіндінің астына қалды деп ойлады. Жер сілкінісі кезінде жас тігінші анасымен бірге пәтерде еді. Анасы қашып шығады, бірақ баласын таппай қалады. Үйі қирап, үйіндіге айналады. Мария ұлын құтқарушылардың қосынынан іздейді. Ол жерден таппайды. Ұлым табылып қалар деген үмітпен анасы күтумен болады. Бірнеше күннен кейін баласын іздейін деп үйіндіге тағы келеді. Алаңда ауыр техника жұмыс істеп жатқан еді. Ештеңе естілмейтін, бірақ бір жерге келгенде ұлының дауысын еміс-еміс естігендей болады. Осы сәтте оны құтқара алатыныма көзім жетті, дейді кейін анасы журналистерге. Мария ұлының үйінді астынан көмек сұрап жатқанын бәріне айтады, бірақ ешкім көмекке келе қоймайды. Шетелдік құтқарушылар тобы келгенде ғана кәсіби инженерлерге жолығады. Мария ұлының тірі екеніне оларды сендіреді. Арнайы құрылғылардың көмегімен ұлының дауысын естіген жерді қаза бастайды. Бетондарды алып, арматуралар мен құрылыс қоқыстарын аршиды. Қазу жұмыстарын тоқтатпайды. Бір кезде Эммануэлдің қолы көрінеді.
құтқарушыларға ұмтылған үміт қолы ақырындап иығын шығарады, сөйтіп оның өзін де құтқарып алады. Ол үйіндінің астында 10 күн жатқан, әлі біткен, шөл қысқан, бірақ тірі, аман. Кейде бәрі мүмкін, ғажайып та мүмкін деген сенім бойдағы жалғыз күш. Марияның өмірінде де солай. Аспан айналып жерге түссе де, ол жеңілген жоқ. Құдайдың сізге барлық арман тілеуіңізді беретініне сеніңіз. Сенім Марияны әрекетке сүйреді. Ол әрекет етті. Соның нәтижесінде ұлының дауысын естіп, құтқарып алды. Эммануэлді құтқарған Марияның үміті екені ап-анық емес пе? Мүмкін, тап қазір өмір сізге мейірімін төгіп тұрмаған шығар. Дегенмен, жер бетінде аяқ басып жүрсеңіз, ұмытпаңыз, бәрі де мүмкін. Құрметті тыңдармандарым, егер де сіз каналыма тіркелмеген жаңа тыңдарманы болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, және достарыңызға жіберіп, бөлісіп қоюыңызды сұраймын. Алланың нұры жаусын баршаңызға.